Үлкен қателік. Айтуым керек еді. Мөлдір Мұханова сұхбаты жайлы пікір білдірді. Продюсер, әнші Мөлдір Мұханова журналист Жанар Байсемізге берген сұхбатына қатысты пікір білдірді. Бұл туралы Алаш.kz ұлттық порталы хабарлайды. Мен тек өз басымнан өткен жағдайды ғана айтып өттім. Еркектерге қарсы шықсын, әйелдер мен еркектер екіге бөлінсін деген арам ниетім болған жоқ. Отбасылық мәселелерді хайп үшін касса жинау не болмаса халықты дүр сілкіндірейік деген оймен жасау үлкен қателік. Сұхбатқа бармас бұрын Тұрсынбек мырзаға жаздым. Ол кісіден жауап болған жоқ. Айтқандарымның бәрі шынайы әрі рас болғандықтан өкінетін тұстарым болған жоқ. Керісінше айтуым керек еді деген сәттер болды, деді Мөлдір Мұхан НТК арнасының ревью бағдарламасына берген сұхбатында. Мөлдір Мұханның сұхбаты жайлы айтқан пікірлері өте шынайы әрі жауапкершілікпен жасалған. Ол өзінің сезімдерін ашық жеткізгенімен, әйелдер мен еркектердің арасында қақтығыс туындауы мақсат тұтпағанын айтқан. Отбасылық мәселелерді қоғам алдында жария ету әрқашан қиын әрі жауапкершілікті талап ететін шешім. Бұндай жағдайлардың жеке өмірге қатысты болуы сонымен қатар қоғамдық қызығушылық тудыратыны белгілі. Мөлдірдің өкінетін тұстарым болған жоқ, керісінше айтуым керек еді деген сөздері де өте маңызды. Өйткені шынайы эмоциялармен жағдайды жеткізу көп жағдайда басқаларға да пайдалы болуы мүмкін. Оны айтпағанның өзінде айтқан соң да оның салдары болады. Бірақ шындықты айту өз ісіне жауапкершілікпен қарау екенін көрсетеді. Әрі осы сұхбат арқылы ол көпке мысал болып отыр. Мөлдірдің отбасылық мәселелерді хайп үшін жариялауы үлкен қателік деген сөздер де өте орынды. Көптеген жағдайларда өнер адамдарының жеке өмірі қоғам назарында болатыны жасырын емес. Бірақ жеке өмірді жария ету мен жарнамалау арасындағы айырмашылықты ұғыну да маңызды. Өзінің шынайы пікірін білдіргені әрине әр адамға тән қасиет. Бірақ ол әлеуметтік желіде, қоғамдық ортада оңай шешілмейтін мәселелерді қозғағанын түсініп отыр. Осы сұхбатты жариялау, оның салдары қандай болатынын алдын ала білгенімен, Мөлдір өзіне тура жолды таңдаған деп ойлаймын. Көпшіліктің пікіріне мән беріп, айтқан сөздеріне жауапкершілікпен қарайтыны үлкен саналы қадам.